Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода біз әдеттер туралы айтатын боламыз. Әдет деген әдет дегендер ол біздің өмірімізде ең құраушы бөлік болып саналады. Себебі әдет екі түрге бөлінеді, ол жаман және де жақсы әдеттер. Егер сіздер оларды дұрыс қолдана білсеңіздер, онда сіздің өміріңіз жақсырақ өзгереді. Біз бүгінгі видеоны екі бөлімге бөлейік. Бірінші бөлім қазір айтамыз. Ол жақсы әдеттер, сосын видеоның екінші бөлімі зиянды әдеттер. Жоқ, бірінші зиянды әдеттер, содан соң жақсы әдеттер. Біз енді жаман айтқанда көп айтамыз ғой. Сосын достар, онда видеоны бастаймыз. Бірінші зиян әдет темекі. Бірінші зиян әдет және көріп өткенімізде темекі. Темекі негізінен ең біріншіден айта кететін болсақ, өкпеңіз ашылады, себебі сіздің ауаны жұту және демалу мүшесі өкпе болып табылады. Сондықтан сіздің өкпеңіз ашылады және жасыңызға жетпей қартаясыз және өмірден өтесіз. Достар, сосын тағы бір қосымша айтып кетейін. Темекі арықтан қарағанда оны қою өте қиын. Себебі темекі сіз күнде далаға шыққан кезде темекі тарта берсеңіз, ол сізге өте қатты әдет болып кетеді, яғни зиянды әдет. Ал арақсыз күнде ішпейсіз. Ал темекі күнде шеккендіктен оны тастау қиын болады. Сондықтан да темекіні ойлаңыздар, тартпастан бұрын. Тартпастан бұрын көбінесе қазір жас балалар темекіге былай қызығады. Кинолардан көріп алады. Сосын тура сол сияқты болған дейді, ол да бір көреді, сонымен тоқтай алмай қалады және қасындағыларға шекпесең сен айтады, қыссың, еркексің бе, шекпесең сияқты сондайлар болады. Бірақ оған сіздер берілмеңіздер, сіз себебі біреудің айтқанымен жүрмейсіз, сіздің өзіңіздің жеке пікіріңіз болу керек. Қанша топтың арасында жүрсеңіз. Бір сөзбен айтқанда, ондай зиянды әдетке жақындамаңыз. Келесіне көшейік. Екіншісін істейміз. Көп тұрғандарыңызда екінші арақ жеп. Сонымен екіншісі ол зиянды әдет арақ. Адам араққа қалай айтады? Бір ішкеннен соң мүлдем шыға алмайды ғой. Шығуға болады, бірақ енді ол өте қиын. Сондықтан және ол арақ зиянды жерлері ол сіздің бауырыңыз, бір сөзбен айтқанда бауырыңыз, бүйрегіңіз бәрін езіп жібереді. Сосын сізге қосымша тағы айтып өтейін. Грант Кардон айтқан болатын, адамдарға қолдануға болмайтын нәрселер, яғни әдеттер, оның ішінде арақ деген. Себебі біз өзіңіз білесіздер, отбасыдағы кикілжіңдер, зомбылық дейді ғой, осы арақтың кесірінен шығып жатады. Адамдар ішінде, отбасы ішінде адам ішіп алған кезде оның қаны бар ғой, қандағы ерітті атомқан, солар бір-біріне жабысады да, адамның миына адамның миы өзін басқара алмай қалады, яғни сен өзің білмейсің ішіп алған кезде. Сондай, сондықтан да қылмыс, сондай адам өлтіру сол арақтың кесірінен көп болады. Және тағы да айта кетейін, мынау арақ негізінен ер адамдарда тестостерон деген гормон болады, ол нағыз еркектердің гормоны. Алдыңғы видеоларда айтып кеткен болатынбыз тестостерон туралы. Және адамда сол арақ ішкен кезде оның тестостерон төмендейді. Яғни еркек емес, айтса болады. Еркек емес, әйел адамға ұсақ кетеді адам арақ ішкен кезде. Сол Рамазан пивоны айтып отырсың ғой, сен арақ жоқ осыны. Әлде арақты осындай адам тестостерон блокирует. Мынау тестостерон, рост гормон росты деген пайда болады, өсу гормоны. Ол жолын жауып тастайды, спиртное деген. Сондықтан сіз мүлдем сізде дамымайды сізде. Сосын сіздің өспейсіз бір сөзбен. Арақ және бұлшық етіңіз мүлдем дамымайды. Бір сөзбен айтқанда сіз кішкентай кезде қандай болдыңыз, сондай болып қаласыз. Сондықтан да сіздерге достар, сосын арақтан қалай ақталуға болады, екі түрін айтып өтейік. Біріншісі арақ бидайдан жасалады дейді, нанның. Сосын екіншісі ол арақ адамның денесіндегі микробтарды өлтіреді деп ақталады. Бұның өтірік, ол өтірік ақталып, бұны тастаңыздар. Одан да пайдалы істер бар. Келесін айтайық.
достар, біз келесі деп отырсақ уже бітіп қалыпты. Иә. Тағы да көп негізі аналиттер, бірақ біз олар бәрін айтып кетпейік дедік. Бәрін өздеріңіз де білесіздер. Негізі бәрін толықтай бір айтып кете салайық кішкене. Тағы да не айтсақ болады, мысалы насыбай. Ол деген мүлдем кішкене айтса болады. Ол негізі эстетика. Соған мүлдем дұрыс. Жай дұрыс. Мәдениетке жатады ол жаңағы. Сосын тағы не айтамыз? Нашақорлық деген бар. Нашақорлық, наркомандар, клей иіскеу, ұсақ тек оның өзі не апарады? үлкен істерге апарады. Шақшамен. Үлкен жаман істерге. Негізі айта берсең көп өзіңіз. Соқтан да одан Аллах болыңыздар. Ойымызды түйіндеп бітіріп кетейік. Келесі жақсы әдеттерге өшейікші. Иә. Болды. Кеттік. Міне және мен Рамазан мен Давидтің видеосын көрген болатын. Мыналар өте зиян екен. Соқтан да олар маған керек емес. Мен жаңа әдеттерді қалыптастырмақшымын. Оның біріншісін қазір Давид пен Рамазан айтады. Содан кейін қайсы әдет екен, соны жасайтын боламыз. Сонымен достар, бірінші әдет ол спортпен айналысу деген сенің өміріңді 180 градусқа өзгертетін нәрсе болса. Ғалымда кеңес дегенді айтқан болатын. Сол кеңестерде өте көп мағлұмат, көп нәрсе айтқан болатынбыз. Иә, спортпен айналыссам өлмейсің деген сияқты ғой. Короче, достар, аты жаттығуларды бастаңыздар. Егер сіз осыған дейін зиян әдеттермен темекі шегу не болмаса не дейді тағы арақ ішу деген сияқты зиян әдеттеріңіз болса, онда сіз сол зиян әдеттерді осы жақсы әдеттерге ауыстырыңыз. Жүзумен айналысыңыз. Достар, айтса спортта тура сол жаңағы зиян әдеттер сияқты бір бастасаң спортты да тоқтата алмай қаласың. Ол да әдетке айналатын болады. Егер әдеттерлендіріп болсаңыз, онда ол сіздің әдетіңіз болып қалып қояды. Есімде кімнің несі бар еді сөз Уилл Смит па қайсысы бір істі жақсы болсын, жаман іс болсын, оны әдетке айналдыруға 21 күн кетеді. 21 күн кетеді. Яғни 21 күн бойы соны істесеңіз, онда сізде әдет болып қалады. Автомат дейді ғой. Автомат болып қалады. Тұрақты іске айналады десе де болады. Біздің достар, әдет деп айтып отырмыз. Әдет деген өзі не? Сол туралы айтып. Кеше Рамазан осы видеоны түсірмекші болып түсіреміз деп айтқан кезде әдет ғұрып деп жүрген ғой. Сөйтсем ол жақсы істер, жаман істер деген сияқты екен. Бір сөзбен айтқанда әдет зиянды әдеттер және жақсы әдеттер болып екіге бөлінеді. Осы екен ғой. Маңызын өздеріңіз түсініп тұрсыздар. Сосын екіншіге көшсек те болады. Екінші әдет жақсы әдетке. Бәрімізге керек кітап оқу. Болды. Я чемпион. Екінші жақсы әдет ол әрқашанда оқу. Оны біз алдында да айтып өткен болатынбыз кеңестерде оқу. Егер сіз оқысаңдар балалар шамнан шығарар деген бар ғой. Іздеген алла сол өлеңнің басын білесің бе? Қайсы? Бір Аллаға сыйынып, келі балалар оқыған күнде. Ықыласпен оқу. Басқа тема болып кетті. Короче, достар, оқу керек, білім алу керек. Мысалы, көп қазір мектептерді тағы да мысал ала кетейік. Көбісі темекі шегіп, клубтағы тағы да зиян әдеттермен айналысқанша сабағыңды оқы, сен ол жаңағы нәрсе сенің болашағың емес, ол уақытша сенің рахаттың деймін, кайф, короче, уақытша кайф ол. Ал мынау сенің жаңағы оқығаның, спортпен айналысқан ол вечный кайф, короче. Қиналып жатасың, бірақ та оның қиналып жатасың, бірақ та сен алдында өзіңе сол қалай не ексең соны орасың дейді ғой. Яғни еңбек жасайсың деген сөз ғой. Ана жерде сен клубқа барып вообще еңбектенбейсің ғой. Просто тез болып пайда жоқ. Өзіңді шірітіп жатсың ішіңнен деген сияқты. Жақсы әдеттерді әдетке айналдырайық. Осымен видеомызды аяқтайық. Үшіншісі қандай? Үшіншісі бар ғой. Қандай? Телефон бар ғой. Телефон. Сонымен үшінші әдет. Үшінші әдет міне мына телефон.
оны өздеріңіз білесіздер, ол біздің ең негізгі уақытымызды ұрлайтын қалай айтса телефоннан жақсы әдеттерге де зиян әдеттерге жатқызсақ болады екеуіне. Айта кетсең ол туралы сен. Иә, мұның бір жақсы жері біз қазір осымен бүкіл адамдармен сөйлесеміз, ақпарат алмастырамыз. Иә, осы арқылы кейбір адамдар ақшасын тауып жатады. Ал енді зиян жағынан айтсақ, ол біз осыған кіріп кетсек, яғни жаман қатты әдет болып кетеді ғой. Біздің уақытымыз барлығы соған кетіп қалады да, біздің жақсы көретін істерімізге уақытымыз жетпей қалады. Ол ойын, сосын әлеуметтік желілер, ВК, Инста, YouTube. Бірақ та біз естіп қойып каналда видео түсіреміз. Енді оны жақсы, бұдан да жақсы ақпараттар алуға болады, өзіңізге керек нәрсені үйренуге болады. Мысалы, қалайда білім көзі қазір біз интернет болып тұр көбінесе. Яғни бұдан келетін қорытынды сізде миыңызда, басыңызда фильтр болу керек, яғни сіз ақпараттарды дұрыс қабылдай білуіңіз керек. Өзіңізге байланысты деген түйін шықты осыдан. Достар, осымен видеомызды аяқтаймыз. Әдеттеріміздің бәрін жақсы әдеттерге айналдырайық. Тек қана жақсы әдеттер үйренейік. Жақсы әдеттерді әдетке айналдырайық. Сау болыңыздар.